Сәлем, әлем, қош келдіңіздер Реалты Шымкент парақшасына. Бүгінгі обзорда тамаша Самал мөлтек ауданында угловой жерде орналасқан 8 соттық жер телімімен осындай керемет ауласымен үйімізді бірге обзор жасайық. Қараңыздар, не деген тамаша, екі бірдей бастырма, брусчатка, дайын көкпенбек аула, видеонаблюдение, мінекей кірген кезімізде оң қанатымызда тамаша біздің ас бөлмеміз бар, толық жиһаздармен жабдықталған. Ал мынау біздің банямыз 90% бітіп тұрған, өзінің душевойымен. Керемет жарасымда ауламыз, ақ қайың дейсіз ба, елка дейсіз ба, мінекей қарағай дейсіз ба, жан жағымыздың бәрі осындай көкпенбек жайнап тұрған, раушан гүлдері егілген осындай керемет отбасыңызбен отыратын ауламыз бар. Мынау бізде осындай тамаша беседкамыз бар. Бұл жерге мінекей ас бөлмеден шығып кететін отдельный есігіміз бар. Үй өте ыңғайлы жасалынған, үлкен отбасыға да, шағын отбасыға да бола беретін таза күйген қыштан салынған үй. Қол жетімді бағаға үй іздеп жүрген достарыңыз болса, туыстарыңыз болса, осы сілтемені жіберіп қойды, ұмытпаңыздар. Астына комментарий қалдырып ұнап жатқан болса, бірге өздеріңіздің лебізіңізді қалдырып отырыңыздар. Енді мына сол қанатымызға келетін болсақ, осындай керемет, қараңыздаршы, толық несіменен, масаханасымен төбесінде жауып қойған әдемі біздің бұл тапчанымыз бар. Мінекей көкпенбек аула, үй төрде орналасқан, барлық жерде панорамный терезе, освещение, видеонаблюдение, жаныңа не керек, под тапочки дом десек болады, дайын чемоданмен кіріп тұра беретін үй. Және жаңа айта кеткендегідей, бұл жерде екі бірдей бастырма, екі бірдей заездіміз бар. Мына жанынан келетін болсақ, қараңыздар, забордың іші де круговой, сырты да осындай толық жеміс ағаштармен жабдықталған. Жаныңызға өрік дейсіз ба, алма, алхоры дейсіз ба, анар дейсіз ба, қараңыздаршы, сан түрлі жеміс ағаштар. Мынау айва екен, қараңыздаршы, осындай барлық осындай жеміс ағаштары уже жетіліп жеміс беріп тұрған осындай керемет ауланы қаланың қақ ортасынан қайсы үйден көрдіңіздер. Өте іскер адамдардың үйі, сіздерге де жұғысты болсын, өсіп өніңіздер. Бұл үй көріп тұрсыздар, жаңа айта кеткендегідей екі заезді бар. Ар жақтан да кірдік, мына жақтан да бірнеше автокөлікті қойып қойсаңыздар болады. Бұл жерде де өте биік бастырмамыз бар. Самал мөлтек ауданы, өте кең көше, жан жағының бәрі, қараңыздар, не деген тамаша үйлер. Мынау бізде зал бөлмесінен специально осы қонақтар келгенде перекур жасауға сыртқа шығып кете беретін әдемі есігіміз қарастырылған. И және артқы аулада, мінекей көріп тұрсыздар, шағын ғана тағы да бір біздің сарайшығымыз бар. Артық заттарыңызды қойып қоятын. Ал сонымен қатар үй ұнап жатқан болса, астына комментарийларыңызды қалдырыңыздар, ары қарай ішін көрсет деп жазсаңыздар, ұнаған жандарға ішінде көрсететін боламыз. Баршаңызға осындай үйлер жұғысты болсын.